Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Батырхан. Бүгін мен сіздерге жалпы өзімнің демалысымнан бір кішкентай ғана үзінді көрсетемін. Бүгін біз Қапшағай су қоймасының төңірегінде орналасқан Море Люкс деген үлкен бір демалыс орнына келдік. Бұл жалпы жарнама емес. Та-да-дам! Открываем. И заходим в наш номер. Туалет есть. Главное. Душ, туалет есть. У нас еще зеленое. Смотрите, как здесь много всего. О, главный шкаф. Зеленое. Мы. Зеленый Супер. свет. Все супер. Главное, кровать большая, чтобы мы все поместились. Свет включать. Кондиционер. У них внизу, кстати, вот. Туалет, душ. О, все принадлежности. Светильник, чтобы мы не боялись спать. Вот, полочка есть. Все классно. О, полотенце. У нас есть свои полотенца здесь. Ой, телевизор. Посмотрите, какой вид. О, шезлонги рядом. И супер вид. Вау. Вот такие вот террасы. Получается, это первый этаж. Виноградики растут. Красиво. Вот еще террасы. Это еще один наш номер. Вот выходишь сразу, там берег. И вот бассейн. Смотрите, какая красота. Детская площадка еще есть. Вот это я вот не знаю, что за номера. Наверное, номер люкс. Вот это стандартные. Там, где мы остановились. В принципе, неплохой номер. Я вам скажу. И гулять здесь хорошо. Не так жарко. Красиво. Вот он бассейн. Прямо из номера попадаешь в бассейн. Смотрите, здесь еще и красивый альпийскую горку сделали. Ай, бедные хосты. Они не выживают в жаре. Елочки красивые. Прям как я люблю. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know that. Потом на него надо водички, ведро набрать, и на него полить надо воды. Потому что если ты ведро будешь утапливать, он весь мокрый не станет. Да. Чтобы не сильно было мокрое. Что делаете, девочки? Мы делаем замок. Молодцы. Надо было из дома еще притащить, да, вот эти? Да, лопатки. Угу. Это я нашла первая. Ноги в песке. Вокруг все синее, голубое. Шынымен я биыл жазда демалуға қол тимеді десек болады. Тіршілік, жұмыс өте көп болды. Сондықтан да биыл жазға демалысымыз енді осы. Бірақ әрине тауға шықтық, басқа да түрлі әрекеттер жасадық. Ал жағажайға келіп бассейнге түсіп демалу бұл бірінші рет болып тұр осы жазда. Иә, түсінем, тамыздың ортасына таяп қалды уақыт. Жақыннан да жуық арада міне қыркүйекте жақындайды. Қыркүйекте оқу, сабақ, тағда түрлі жобалар қол тимейді. Сондықтан да міне хотя бы бір тамызда келіп демалып алайық деп шештік. Жалпы өз басым демалыстың әр түрін ұнатамын. Экстремальный демалысты да, жаңағы жай ғана ленивый демалысты да, жағажайда жатып демалғанды да. Түрлісін жақсы көрем. Жалпы өмірді жақсы көрем. Өмірдің түрлі түстерін, түрлі жаңағы
таңғажайып дүниелерін жақсы көремін. Осылай демалғанды да, тауға шыққанды да, елді аралағанды да, парашютпен секіргенді де. Так. Что же это такое? Что это? Давай, показывай. Понравится, что ты меня поцелуешь. Вау! Это же ракушка. Настоящая. Настоящая причем. Давайте поцелую. Давай еще раз с этой стороны. Собирай, потом дома сделаем красивую картинку из нее. Да. Доча просто любит собирать всякие камушки, ракушки. И вообще знает, что я тоже люблю собирать всякие камушки, ракушки. У меня просто это какое-то хобби непонятное. Я люблю собирать камни везде, где я хожу. В горах, соңғырет Алакөлде жинадым, Шарында. Менің үйімде тастың түрі бар. Шарыннан алып келген тастар, Алакөлден алып келген тастар, өзенінен Таңбалтастың жанынан алып келген тастар, тағы да басқа бір таулардан алып келген тастар бар. Одан кейін таудан жаңағыда шишкаларды жинаймын. Неден? Шыршадан түскен шишка дейміз ба? Иә, соларды жинаймын. Одан кейін Алакөлде жалпы жағажайлардан жаңағы ракушкаларды, олардың түр-түрін, ыдыстарын жаңағы жинағанды жақсы көремін. Үйде қаптап тұр, килограмм, мен білмеймін, не қолымнан түк келмейді. Егерде бір қолым бос болып жатса, бәлкім одан бір әдемі картина ма, жоқ әлде әдемі бір ерекше бір композиция ма ойлап табуға болады деп ойлаймын. Сондықтан да бәрі тұр. Енді солардың бәрін жинақтап, бір әдемі сурет жасап шығару керек, а то ұят болады қыздарымнан. Тағы да бір қызық оқиға айтып берсем, Алакөлден мен шынымды айтайын, 2 килограмм батпақ, 2 литр су, 3 килограмм тас алып келгенмін қайтарда Алматыға. Соны неге алдым десеңізші, білмеймін. Бірақ әйтеуір бірдеңе үйге алып келу керек, міндетті түрде. Сол жердің бір жерін, табиғатын, жаңағы топырағын білдіретін. Сондай бір әдетім бар. Have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You have some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. Бір күндік демалысымыз жайында айтатын болсақ, өте күшті, керемет өтті. Біз кеше Қапшағай қаласына барып келдік. Не себепті дейсіздер ғой? Себебі бұл біз демалып жатқан демалыс орны Қапшағай қаласының қасында орналасқан, тура қасында. Сондықтан да Қапшағай қаласына барып, көріп, біраз аралап, жаңа площадь дейді ғой, жаңа площадь па білмедім, но жалпы площадь барып, жаңағы орталығын барып қарап аралап қайттық. Сол жерден біз өте дәмді шашлык пісіретін кафені тауып алдық. Шашлыгы енді керемет, өте дәмді, жаңағы көкөністерден жасалғанды, саңырауқұлақтан жасалған, және люле кебаб, антрикот, шашлыктың түр-түрі бар. Енді керемет ананы бар ғой, жалпы Алматының өзінде, Алматы қаласының өзінде де ондай жерлерді өте сирек кездестіресің. Білмейтіндерге айта кетейін, Қапшағай дегеніміз Алматы қаласынан 80 шақырым жерде орналасқан Қапшағай қаласы. Қапшағай қаласы Алматы облысына жатады. Солай. Ал жалпы Қапшағай қаласының маңында Қапшағай су қоймасы орналасқан. Онда адамдар жаңағы жаз бойы келіп демалады, онда түрлі демалыс орындары бар. Жалпы жағажайлардың өзіне де келіп демалуға болады. Мұнда енді біздің Алматы қаласының сүйікті жерлерінің бірі Қапшағай.
Қапшағайдың өзінің суы енді кішкене ластау, өзінің суына түспесек те, жалпы осындай бассейні бар, түрлі демалыс орындары өте көп. Міне, сөйтіп жаңағы шашлыкты жеп алдық та, үйге келіп, жаңағы номерімізге келіп, шемішкемізді шағып, әңгімемізді соқтық. Міне, демалыс деген осы. Қазір таңғы сағат 9. Жалпы өз басым бүгін таңғы сағат 8-ден тұрып алдым, себебі біраз серуендейін деп шештім. Қазір міне таңғы асқа барамыз. Таңғы асқа барғаннан кейін арбуз алып келгенбіз өзімізбен бірге. Қалай? Жаз арбузсыз. Арбузымызды жеп аламыз да, одан кейін үйге қайтамыз.